Жаздың жарқын кеші болатын. Далада әртүрлі ызыңдаған шіркейлердің дауысы құлаққа жағымсыздау естіліп тұр. Бибайша апа үйінің жанында өзіне соғып берген ағаш кереуетті 4 жасар немересі Бексұлтанды бауырына басып отырып: "Балам, сен өскенде әкең сияқты боласың ба?" "Жоқ, неге?" "Әкем жаман. Жаңа сізді ұрды ғой." "Мен өскенде өйтпеймін," деп жаны ашып, әжесін жас баладай көріп басынан сипалаған кезде ызаланып отырған Бибайша кішкентай баланың есті қылықты сөздерін естіп: "Күнім менің айналайын," деп көзіне мөлтілдеп келіп тұрған жасты сығып жіберіп, қайта-қайта бетінен сүйіп аймалай ұзаққа дейін өзіне келе алмады. Бір кезде басын көтеріп Бексұлтанға қарап, ұзақ ойын өзінше дұрыс тізгендей болды да, ентіккен үнмен дірілдей: "Балам, сенің әкең ілгеріде тамаша жан еді. Жалпы бүкіл жанұямыз керемет берекелі болатын. Анаң осы үйге қадам басып, отбасымыздың бір мүшесі болып қосылғалы, біздің де әкеңнің де өмірлеріміз бен мінездеріміз мүлде өзгеріп шыға келді. Ата-бабаларымыз келіннің аяғынан немесе жақсы келін құт, жаман келін жұт деп айтушы еді. Әкең кішкентайынан мен үйде болмасам ас ішпейтін. Мектеп кезінде алып келген бестік бағаларын кейін өсе келе бастағалы жатқан істерінің бәрін бізбен ақылдаспай, бөліспей жасамайтын. Бұл баламнан осыншалықты өзгеріп, маған ауыр сөздер айтып, жаныма жәбір көрсетіп, қол көтереді деп күтпеген едім. Кейде анаң екеуміз әкеңнің көзінше сөзге келіп біраз жерге барып қалсақ та, әкең бір ауыз әйеліне қарап қой демейтін. Айналып келіп маған: "Апа, сен ақ қоя салшы, жас қой әлі түсініп кетер" дейді. Немесе кейде үндемей отыра беретін. Бәрінен бұрын әкеңнің шешеңе бата алмайтынына күйіп кетемін деп, ашуланып немересін үлкен кісідей көріп, ішіндегі мұңын шағып отырғанда, гүрсіл қағып, жерді жарып жіберердей, иығын кемсеңдетіп, орта бойлы тұздай көзімен атып жіберердей әсел жалмаңдап келді де, енесінің бауырында жатқан Бексұлтанды жұлып алып, қолынан сүйреп: "Не істеп отырсың жатпай? Әжеңді жаңа көрдің бе? Бұл кісінің алдында көп отыра берсең, сені де әкеңе ұқсатып, менен алыстатып жібереді. Баласын бақытты болсын деудің орнына менен қызғанып жамандай беретін несі осы? Бұлай қызғаныштан өртенетін болса не үшін үйлендіреді екен?" деп баласының үстіндегі жамандықтарды қағып жатқандай, баласынан бас көтермей күмбірлі Бексұлтанның киімдерін реттеп алды да, Бибайша апа әйдегенше үйіне жұлқылай жетелеп алып әкетті. Бибайша апа бір кемсеңдеп алып, артынан баруға оқталып, кейіннен келіннің көкбет айтқанынан қайтпайтын, қажет болса тағы да баласын өзіне айдап салатынын ескеріп, өзін басып сол жайында үнсіз тістеніп, үнсіз жылап қала берді. Көп отыра алмады. Жаны тыныш таппай, мейірімсіз жан ашумен баласын ұрып өлтіріп қоймаса жарар еді. Көкбеттің қолынан бәленің бәрі келеді деген оймен үйіне қарай шолтаңдап жүріп бара жатқанда, бағанадан бері сарайдың жанында үй жақты бақылап отырған Жеңіс күштенген кеудесімен үйге жақындап келіп, есікке соза берген анасының қолын ұстап қалып: "Апа, болды ғой енді. Таң атқалы ұрысып жатқандарың жетер. Ел жұрттан ұят емес пе? Үйдің әбден берекесі кетіп болды ғой. Біреуіңізде бір кешірімшіл жоқ. Ол да адам баласы емес пе? Бауырыңызға басып икемдесеңіз қайтеді?" деп әйеліне сөз жуытқысы келмей ақыл айтқансып еді. Бибайша апа Жеңістің жүзіне көзін аларта қарап: "Берекесі дейсің бе? Сен бе берекені білетін? Құлыным-ай, сен берекені білетін болсаң, әйеліңнің сөзін еріп анаңа қол көтересің бе? Бүгін міне қол көтердің, ертең бұл бетіңмен өлтіретін шығарсың мені. Сен өзің қайдан шықтың? Дәл осылай жас болып жүре берем дейсіңдер ме? Сендер де ертең менің жасыма жетерсіңдер. Сонда іштерінен шыққан балдарың өздеріңе қарсы болып отырса жақсы көресіңдер ме? Дүние алма кезек деген құлыным. Қазір мен жыласам, ертең сендер жылайсыңдар. Ешқандай ана баласына жаман тілемейді. Бірақ Құдайдың құдіреті күшті. Ешқандай тірлікті жауапсыз қалдырмайды. Бас қосқандарыңа 7-8 жыл болса да, сендер маған адам құсап сыр айтып, менімен ойласқан істерің болмаған. Сендер үшін мен жоқ сияқтымын. Мен осы кіммін сендерге? Әр жерде домалап жататын доппын ба? Қолдарың қышса ойнап кете беретін? Әкең марқұмда сендердің күйіктерінен ауырып өтті.
Артыңдағы өзіңнен кейінгі жұлдызбен сапарға бере тәрбиең осы ма сенің? Отан ойлан орта жолда қалмас. Құмаңдайым сор екен менің сор, деп басын төбелеп жылап кеткенде Жеңіс анасының бұл қылығын ерсі көріп, көшеде өткен кеткен адамдар естімесін дегендей, апа мен қол көтерген жоқпын. Ашумен тиіп кетті деп тістене күмбірлеп, үйінің сыртқы есігін ашып ішке қарай итергенде етіп кіргізіп жіберді. Бағанадан зарлап жатқан анасының сөзін Жеңіс сөз екен демеді. Жеңіс бұл сөздің бәрін талай естіген болатын. Ал Бибайша апа бұрынғысынша зарлап қоя берді. Сол кіргеннен сыртқа қайтып оралмады. Осылай зарланған апа күндіз-түні ызаланып таң атырды. Ертеңіне сәске уақыт болатын. Бибайша апа өзінің меншікті ағаш кереуетінде бүгін ертең алдында өлім күтіп тұрғандай, бар киімдерін түйіншек етіп бүктеп, меңзең болып отырған кезде, қасына көршісі 60-тан асқан еңкіштеу қимылды абысыны Жұмагүл келіп, аманбысың Бибайша? Әй немене? Жаңа қайны тауып алып емшіңді алайын деп жатқандан соусың ба? Деп қалжыңдай кереуеттің жетіне үхілеп отыра бастады. Бибайша апа басын көтерместен, қолындағы киімдерін жинай отырып, жаймен ғана, әзірге аман сияқтымын деп дауысын дірілдете күмбірлей жауап берді. Әй немене, не көрінді саған? Түсің өзгеріп әбіржіп кетіпсің ғой. Абысынау несін айтайын? Аллаға не жазғанымды білмеймін. Өзіңіз білесіз. Енеме сөз қайтармақ түгілі бетіне тіке қарамайтын едім. Қайныңызда марқұм, менің ата-анамды қалай сыйласаң, сені де мен солай құрметтеймін деп отырушы еді ғой жарықтық. Мына бала кімге ұқсағанын қайдам? Маған жұлдызда қарса перзент болды. Өмірде менің кенінен ұлдан сорым бар екен, деп жайдың бәрін түгелімен тізіп еткізіп, қайырымы түсіп аяйыншы десең аюдыңды қолынан адамгершілік келеді деген. Біздің балдардығы көкірек қой көкірек, деп қолындағы түйіншек киімін көрсетіп, мен анау-мынау болып кетсем, мына киімдерді өзіңіз ерге таратып берерсіз, деді де, жасқа шомылған жүзін алдындағы киімдерінің бірімен сүртіп, бұйырғандай болып, соңынан жұлдызбен сапарды қимайтынын айтты. Қой, қайдағы жоқты айтпай. Жеңістен рақат көрмесің, сапардан көрерсің. Жұлдыз енді ол жат жұрттық. Одан көресің деп айта алмаймын. Неге әке-шешесін шақырып, қыздарының қылығын айтып, әкесін ұрыстыр басып қоймайсың? Бұл әке-шешесін тыңдайтын адам емес. Отбасын қатын басқарған көш оңышым еді. Шешесінің көргенін істейді да. Қыздарына ақыл айтудың орнына шешесі қайта-қайта келіп, екеудің араларына түсіп, қызына сүміремей басына көтеріп жүр. Сен бұл үйге құл емессің. Бірдеңе дейтін болса бізге айт. Түрмеде шірітемін бұларды деп жүрген шешеден тәуір ақыл шығады дейсіз бе? Әкесі жүрген бір алқаш. Балам жақсы көрген соң, осы күнге дейін дұрысталып кетер деген үмітпен келдім ғой. Онда келініңіз сенікі дұрыс деп қана күн көресің. Арғы жағында бар адам өзі-ақ түсініп кетер. Бірақ артында ойлағаның жақсы. Сен жақсыны жиі айта берсең де, басындағы бөркін құндыз бөрік деп ойлауы мүмкін. Сондықтан да алдымен өзің шыдамды болуға тырыс. Егер бұдан артық шыдай алмаймын десең, алыстау жерге еншілерін беріп жібер. Мүмкін сонда алыста жүріп қиналып, сенің қадіріңді түсінер. Қане, дүние болса беріп жіберер едім-ау. Бұның айтатынында осы ғой. Бір арзандау қазірге жарайтын там да жоқ. Бөліп жіберейін десем. Әкесі болмаған соң, баламда келіннің айдақтауына шауып, жанымды жаралай бербей өзі ойланып басын көтерсе болады ғой. Өздері тиын тауып, қолыма ұстатпаған соң, менен қандай дүние күтеді бұлар? Төркінінде жағдайы анау. Бір-бірлерімен қырылысып жүрген біреулер. Кезінде балам бір қызбен сөйлесіп жүрмін. Тек дүниесі жоқ. Қарапайым жандар демесеңіз, қыздың өзі тәуір сияқты. Ата-анасымен сөйлесіп көресіз бе? Дегенде жағдайы төмен болса да бола берсін. Керісінше қиыншылықты көп көрген жандардың түсініктері мол болады. Әке-шешесімен сөйлескенімен не пайда? Қыз өзіңе ұнаса болды. Өзіңді адам танитын жансың ғой деп балама ақыл айтқан едім. Керісінше түк көрмегендерден сақтауны керек екен деп, көзінен көл боп аққан жасын көйлегінің етегімен тағы да бір сүртіп қойды.
Есіктің алдында ары-бері өз тірлігімен жүрген Әсел енесінің сөздерін анық ести алмаса да, өзін жамандап жатқанын біліп, айт бәрін. Саған солар көмектесіп жақсылық жасайды, деп естіртіп күмбірлеп қояды. Әселдің қылығына қарап таңдайын қаққан Жұмагүл апа, ғалымға да халықтан үйрену аз болар. Өзімшіл болмай білгенін үйреніп, үлкеннің алдында бас имей ме қасиетсіз деп, іштей басын шайқап отыр. Осы күннен кейін әрқайсысы әр жаққа қарап бір-біріне ашылып сөйлемейтін болды. Бір күні Бибайша апаның ауылынан 300 шақырымдай жерде тұратын қайын інісі Берік осы жағдайдың бәрін естіп, бала шағасы бола тұрса да, жеңеше, жеңісті келін екеуін менің қолыма беріңіз. Үй онша тар емес. Әзірге біздің үйде тұрсын. Балаларын да жас. Олар өсемін дегенше жеңіс те жұмыс істеп, дүние жинап тамалып алар. Деп екеуін бір күннің ішінде көшіріп әкетті. Жеңіс анасы мен әйелінің бастары піспейтінін біліп, бірден келісімін берді. Ал Әсел болса, бармаймын деп қипақтағандай болып еді, оған Жеңіс ыңғайын бермеді. Өйткені Әселдің ойы жеке өздері ғана бөлек шығу болатын. Мұны естіген ел жұрт, қой соларда. Өз үйінде өзінің ата-анасынан сыймаған адам қай жерге барып сияр дейсің? Өзге жанды қорлаған өз басын оздыра алмас деп шу етті. Міне арада бір жыл өтті. Бастапқыда жақсы келін атанған Әсел, кейіннен бұл үйге де сыймаған соң Берік бұларды 2 айдан соң-ақ елден жеңгесіне ұялғанынан үйлеріне жібермей, совхоз директоры Омар Қалмырзаевпен сөйлесіп, ауылдағы ескі мектептің бір бөлмесіне отырғызып қойды. Енесінің алдында қайқайып жүретін Әсел, қайнағасында үйінен кетіп, бұл жерге келіп жейтінге қаранан таппай қиналып, саудамен айналысамын деп бар дүниесін сатып, одан пайда көре алмай, бұрынғысынан да нашарлап кетті. Осы жаққа келген соң, Берік Жеңісті ауылға тракторист етіп жұмысқа орналастырған болатын. Жұмысқа уақытылы бармаған соң оны жұмыстан шығарып жіберді. Енді ол да бос. Осылай өмір кешіп жүрген Жеңіс пен Әсел кіші баласы Жанарыстан айырылып қалды. Жанарыс топ баламен ойнап жүріп, суға ағып кетіп, қиналған үстіне қинала түсті. Бір күні Әсел жанына батқан қиындыққа шыдай алмай, төзімі таусылып Жеңіске қарай, енесінің алдына баруын өтініп, солқылдай жылады. Өмірді кейіннен түсінген Жеңісте қатты ашуланып, қандай екен өмір? Енеңнің қадірін енді түсіндің бе? Сен үшін анама тіл тигізіп, атына кір келтірдім. Үйдің үлкені болып, әкемнің орнына әке болып, бауырларымды өтер едім. Анаң жаман, бауырларың жаман деп, бәріне айдап салдың. Одан қала берді, жеріктігіңді сылтау өтіп, менің тауып келген азын-аулақ тиынымды анаммен бауырларымнан тықтыртып, бар тәтті тамақты алдырып жедің. Мұншақты сұм болар медің. Әттең, кеш таныдым ғой сені. Ертерек танығанымда ғой, анамның мұншақты денсаулығын алмас едім. Енді үйге қай бетіммен барамын? Сен де бармайсың, өл осында. Бәрі сенің кесірің бәрі деп, дауысы қарлыға айғайлап, ызалана жылап, өзінің қатты қиналғанын білдіре езілді. Жеңіс үйленгелі әйелінің бетіне келіп тұрғаны осы. Бұл ойлар кіші ұлы қайтыс болған соң туған болатын. Содан бері айта алмай, реті бүгін келіп айтып тұрған жері. Әбден ішіндегісін ақтарып, босап алған соң, есін жия басын көтеріп, алдында сағы сынып, сұрбаты бұзылып тұрған жауыздай көрінген әйеліне жеркене қарады да, өзгергенің рас болып, барлық жауыздығыңды тастап, адам боламын десең, апама барып барлығын өзің айтып, кешірім сұрап аяғына жығыласың. Не болса соны шешеңе жеткізіп, шешеңді арамызға араластыратын болсаң, сол күні өзіңді құрайсың үйден. Төркінге баруды ұмытасың. Жылына бір жиынға барсаң барасың, бармасаң ол да жоқ. Тек менің рұқсатыммен ғана жүресің. Түсіндің бе деп келісімін алған Берік ағаларының үйіне барып, қалған азын-аулақ тірліктерімен өздерінің үйлеріне қайта апарып тастауын өтінді. Берік бұлардың өз ауыздарынан шыққан сөздеріне қуанып келісімін беріп,
Өзімді сендерге айтуға бата алмай жүредім. Шешімдеріңе қуанып отырмын. Жеңгем де қуанып, ағамның да әруағы риза болып қалатын болды деді де, Әселге қарап, келін шырағым, өмірді көрдің, түсінген шығарсың. Өмір біз ойлағандай оңай емес. Сен күйеуіңе, ата-енеңе, жалпы қайын жұртқа қалай қарасаң, Алла да саған солай қарайды. Сен жолдасыңды өз бауырларынан қанша алыстатқың келсе, Алла сені бауырларыңнан соншалықты ажыратады. Бұл ақиқат. Өз төркініңнің қазіргі жағдайына қарап, салыстырып көр нанбасаң. Сен қаншалықты күйеуіңнің жанын ауыртып, енеңді жылатқан сайын, өз анаңның жаны қиналып, түрлі дертпен ауырып, бауырларыңда тоз-тоз шығып жүр. Мен сені жылатайын деп, немесе бетіңе басайын деп айтып отырған жоқпын. Мен де қыз өсіріп отырмын. Менің ақылымды әкем айтып отыр деп қабылда. Жалпы менің айтпағым, ертең барып алып, бұл мінездеріңді тағы қайталап, жеңгемді жылатып жүрмеңдер дегенім деп, екеуіне көптеген ақылдарын айтып, ағалық жолын білдірді. Әсел мен Жеңіс Бексұлтанды алып берік келесіп, жүктерін артып шыққан орталарына қарай бет алды. Барса Бибайша апа төсек тартып қатты сырқаттанып жатыр екен. Үйге жеткенше көңілдері қобалжып келген Әсел енесінің жатқанын көріп, баяғы өз айыптарынан, қайғы қасіреттен, сағыныштан жарларға шақ келіп, азғындап кеткен әлсіз енесінің алдына барып, кешірім сұрап сығыла жылай кетті. Апа, кешіріңіз мені. Менің ісімнің бәрі балалықпен болған екен. Сіздің қадіріңізді 8 жыл алдыңызда жүріп емес, 8 ай далада жүріп түсініп келдім. Сіз бізді қанша ұрыссаңыз да адам болсын дейді екенсіз. Деп үйінен келместе болып шығып кеткеніне енді өкініп отырғанын білдіріп, Жеңіске берген уәдесі бойынша енесінің аяғына жығылып, қайта-қайта кешірім сұрады. Жеңісте ара-арасында Әселге жағаласып, қылығына қысылыңқырап кешірім сұрап жатыр. Ал Бибайша апа бұлардың бар көрген қиыншылықтарын сыртта естіп жүргенін айтып, немересін еске алып, біраз көңілі босап, өксіп жылап алды да, артынан бұлардың ана қадірін түсініп, қайтып алдына кешірім сұрап келгеніне не қуанарын білмей, не ашуланарын білмей, іштегі басында қуаныштың сыртқа шығаруға жүрексіне қорқып, баласымен келінін көз жанарымен аймалап, Бексұлтанды құшағына алып, көпке дейін құшақтап жатып, жүрегі толап өз-өзіне келе алмады. Біраз уақыттан соң басын көтеріп, айналайын шырағым, атаңның жоқтығын білдірдіңдер екеуіңде. Атаң болғанда мұндай күн кешпес едік. Атаң салт дәстүрді берік ұстанған, өте қатал, жақсыға жанын беретін, жаманның жанын алатын адал жан еді, деді де, көзінің жасын бір сығып алып, өткендегі сөздеріңе бүгін жауап берейін. Сол күннен бері жанымды жегідей жеп жүр сөздерің. Мен баламды қызғанбаймын сенен. Саған ешқашан айдап салған емеспін баламды. Немерелерімді де айдақтамаймын. Керісінше сендерді тыныш болғандарын қалап, басу айтып, араларыңа түскенмін кешегі күнге дейін. Бұл саған ақталғаным емес, жанымды тазалап алайын дегенім. Ана мен бауырлардан артық ешкім сендерге жандар ашымайды. Ал сенің өз ананың істеріне екі дүниеде де түсінбей өтетін шығармын. Мен баламды жақсы көрсем, сені одан артық жақсы көргенмін басында. Себебі сені атаңның ұрпағын жалғастырушысы деп білдім. Сен өз тірліктеріңмен көңілімді суыттың. Ойланып келген екенсіңдер. Енді қайтып өткен күндеріңе аяқ баспайды деген ойдамын. Сендермен алысатын менде шамам жоқ. Мынаны естерінен шығармаңдар. Не ексең, соны орасың деген. Маған, күйеуіңе, жалпы өзгелерге не істесең, Алла өз басыңа қайталап алып келетінін ұмытпа, деп келіні мен баласына жылы қабағын ұсынып, құшағына алды. Денсаулығы да айығып қалғандай, бойындағы әлсіздік жойылып, сап-сау жандай жеңіл тартты. Жұпар мен Сапарда анасының жылы жүзінен көңілдері көтерілгендерін білініп, көздерін алларынан алмай, анамыздың сырқатын емі осылар екен ғой деп,
жымиып қоя берді. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.